чаптырып шапан жапкан бар салтың ай. Өтсе тағы қилы түрлі талдыр замандар ай. Қазақ қана өзгертпейді баз қалпын ай. Күндір күй ойнатқан қазағым ай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым ай. Күндір күй ойнатқан қазағым ай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым ай. Осы тойға жүрек жарты тілегін жүгетіп келген алтын асықтай ағайын, бүгін кешегі қандар құттықтасып билер билескен хан сарайдың астында бір қолдың саласындай бір кісінің баласындай болып ағынан жарылып жатқан Серғазы ағамыз бен Тұрғангүл әпкеміздің шаңырағындағы қуанышқа құтты болсын айтып келген құтты қонақтар, тойларыңыз құтты болсын, той кесін тұғырдасы мықты болсын. Рахмет, шаңырақ аталы, дастарханы баталы. Қадыр бесігін тербеткен өсіп өнген әулет ағай. Соның ішіндегі керемет бүгін Серғазы ағамыз бен Тұрғангүл апамыздың бір керемет Алладан тілегенін, көктен тілегенін жерден беріп, бір керемет шаңыраққа асқардай перзентті Алла нәсіп етіп, қуаныш болып жатыр ағай. Осындағы барша игі жақсылармен жайсаңдар, сіздерге де осындай қуаныш той құтты болсын деп қояйын, құрметті қонақтар. Рахмет. Мына енді ежелден шығыс ел тойлайтын Самарқанның көктасын ерткен күніміз бен түніміз теңеліп, ұлыстың ұлы күнімен кешегі өткен барша халықаралық Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтап қояйыншы баршаларыңызды. Рахмет. Мына енді ағайындар, біз қазақ армышылмыз десек те бүгінгі кішкентай ғана асқарды ата-аналарымен, Құдайдан кейінгі, Алладан кейінгі жақындары өзінің атасы мен апасын, немересін бір қолынан ұстап, ортаға құшақтап, бір керемет қып сіздер шапалақ ұрсаңыздар, ортаға алдыртын деп отыр кәнекей. Бір орнымыздан тұрай, шапалақты ұрайық, бүгін қуаныш қой. Ортаға кәнекей. Серғазы ағамызбен өзімді бір таныстырып өтейін. Жақсы менен жаманға тең боламын, оқу менен білімге кең боламын. Мен де аса болып алдарыңызға шығып қалдым. Өздеріңіз танитсыздар. Отырар ауданына белгілі Олжас деген ағаның шәкірті Нұргелді деген балдарыңызмен боламын ағай. Бір қошемет көрсетіп қойсаңыздар екен. Ай бәрекет. Рахмет. Мынау енді керуеннің басы білікті болса түйязбайды дейді. Көш бастаған кісі сөз бастайды дейді. Сондықтан да әулетіміздің тірегі жүрегі болып отқан бүгінгі қуанышымызды керемет дастарханымызды аштыртып алу үшін ер ағалар, ақ жаулықты аналарды келдім көліктен, әс мәзірі қолымда, құрбан болам жолыңда, даяр шығыз неткен көріктен. Жүрек жалғап алуға, сәл кідіріп қалуға, дәмханаға келдім көліктен, әс мәзірі қолымда, құрбан болам жолыңда, даяр шығыз неткен көріктен. Даяр шығыз, маған жақын даяр шығыз, мәзіріңнің дәмін татайын. Даяр шығыз, ғашық жанды аяшығыз, үйге сені келін қылайын. Даяр шығыз, маған жақын даяшығыз, мәзіріңнің дәмін татайын. Даяр шығыз, ғашық жанды аяшығыз, үйге сені келін қылайын. Осылай көңіл көтеріп отыр керек ағай. Мынау енді атақты Қайқауыстың өзі баласына амандық тілегенде ақылдың өзі екіге бөлінеді деген ағайын. Бірінші ақыл Алладан келеді, екінші ақыл біліммен, еңбекпен данышпандар деген екен. Сол айтқандай Асқар баламыз Құдай қаласа ақылды болып, ел сұрайтын, ел басқаратын, елді аузына қарататын бір керемет, дуалы бір керемет азамат болсын ағайын. Божбандарда кімдер өсіп кім қоймаған білесіздер. Әлемді дүрсіндірген Бекзат Саттарханов мінеке. Солардай тура солай болмауына кім кепіл? Сондықтан да елді басқаратын бір керемет Асқар деген осы Асқармен мақтанайық Құдай қаласа келешек.
Ал ендеше мынау керемет тілектің тізгінін осы әулеттің керемет жиендері келіп отыр ағайын. Оңалай апай бастаған Рыскүл, Ералы, Гүлмира, танысқы мына кісілер. Ералы, Гүлмира, Мейрамбек Кенже, Ыбырас, Сәуле, Әсіл, Мейрамкүл, Бақытжан, Сандуғаш, Әлімжан, Күнсұлу, Ақмарал, Сандуғаш, Райхан дейді. Осы кісілерді қадірлеп, асабаның алаңына шақырайын. Жиендер. Рахмет, бесікке саламыз. Құдай қаласа ел билейтін бір керемет азамат болсын. Ел басқаратын, ел даужына қарататын. Достар жүрсін қайда, бірге дұғыл жанымыз, еске алысы болсындайда, кел шырқайып бәріміз. Музыка өшіш. Осы жерде Дәуреннің бір топ достары келіп отыр. Еділ Динара бастаған Сағынтай Айдана, Жандос, Жадыра, Қуаныш, Айман, Мағжан, Аягөз, Ерсұлтан, Толқын, Бекзат, Зейнеп, және де Мұхтар, Фариза, Гүлжаухар, Мұңбол дейді ма? Мұңбол. Мере, барша достары, мен кластасы едім, менің дос едім деген кісілер осы Дәуреннің шашбауын көтеріп келіп отқан барша достардың тілегін алып қалады. Музыка жіберіп қой. Дәурен болса сыртта жүрсе шақырып жіберді Дәурен. Дәурен сыртта жүрсе шақырып жіберді Дәурен. Өсіп-өнген әулеттің төріне шығып отырсыздар. Десек те бүгінгі екі жастың Алланың қалауымен бас қосты. Олай болса жастарымыз бақытты, баянды ғұмыр кешсін деп бір шапалақ ұрып қошемет қойыңыз. Құдай қаласа жаңа айттық қой, саңғыл елмен құда болып жатсыздар. Құдайға шүкір деп айтайық, осы әулеттің тірегі, әулетіміздің жүрегі десек те болады. Пернебек деген атамыз бар. Осы атамыздан тараған Төребек деген құдаларыңыз бар, және де Айхан деген құдағиларыңыз бар. Сол кісілерден тараған қыз өсті, сіздерден ұл өсті. Сол екі елдің арасына алтын көпір түсіп, бір 1000 жылдық құдалыққа бісміллә деп қадам бастық. Олай болса құдалықтарыңыз тұғырлы, жастар бақытты, ғұмырлы болсын. Амин. Şuağın tökкен едің, қиядағы қонысыңа қош болар деп сенемін. Ақ ниетпен ақ тілегім, барған жерде ақ тілегім, сезімімнен шарпып өткен сарқылмасын тәтті әулегім. Ақ ниетпен ақ тілегім, сондықтан да сіздерге қарай дауыс көтергенім ерсі болар. Қазір шулайтын уақыт болады, сөгізді шулаймыз. Шамал болса да сабыр сақтайық. Айтылған тілекке құлақ тұрып, айтылған әнге шамал болса да демеу көрсетсеңіздер, Құдай қаласа қуаныш керемет болып өтеді. Баяғы апаларымыздың әндерінен айтып өтейін, білетін болсаңыздар, қосылып отырыңыздар. Ağarmanım ne bolup jür sağan canım, qancha marta o'ylansam da qo'yyandı taqalmadim qancha. Ол не үшін айтып жатыр? Өйткені сіздерде құдаларды көріп қуанып жатыр ол кісі. Әйтеуір осы қуанышқа дәнекер нәрсе ғой.
Көшеде ішкеннен гөрі жаңа айттым. Зиялы адамдар отыр осы жерде. 40-тың бірі қыдыр дейді, араларымызда қыдыр бар. Ол әбден мүмкін. Сондықтан ішіп жеп отырайық деп отыр ғой бұл кісінің айтқанымыз. Иә, емін еркін. Мынау енді бір көкем бар екен, шамал арақ ақаңнан ұра деген. Мен шамал бір нәрсе айтайын, сабыр сақтаңыздар, шамал. Сөйтіп жаңағы арақтан шамал 100 грамм ұрады, көкем ұрса мінез бар екен де бірақ қоя алмай деген. Сөйтіп жаңа апам айтады дейді, айналайын, шал қойсай, немерең бар, ұл қызың бар, келін бар, ят болады. Барған жерде ішіп аласында айфай шығарып, төбелес шығарасын. Сөйтіп жаңа шал айтады дейді, кемпір өзімді білем, бірақ соны қайтып қоятын білмей жүрмін. Сөйтіп апам да сен мен айтқанмен бәрібір қоймайсың, екеуміз келісіп алайық. Әрбір тойға барған кезде бір 2-3 үрімкөден кейін мен платежкамды тастап жіберем. Сен нәскиіңді шешкен кезде сырас тоқтап, әдем болып қайтамыз деп айтады дейді. Көкем енді мақұл деу керек қой, өйткені ішу керек. Бірінші тойға барады, тура жаңағын қайталайды. Көкем тоқтайды, екінші тойға барады, тура соны қайталайды. Үшінші тойға барған кезде апам өзі қағыныпты ғой. Құдайға шүкір шал мен айтқанымды істейді. Конкретно убердімін. Үшінші тойға барған кезде бір 5-6 үрімкеден кейін көкемнің сөздері қисая бастаған екен. Жан-жағын сипап, ұрып, жұлғып, сөйтіп апам платежкасын тастап жіберді. Нәскиін шешейін десе, нәски жоқ дейді аяғында. Арыз дейді, беріз дейді, нәски жоқ. Кемпір орнынан атып тұрады, шалға қарап, нәски арыз дейді, жоқ. Сөйтіп кемпіріне қарап, жымиып күледі дейді, шеше алмадың ба деп. Сөйтсе жаңағы апамдан айтып қой. Нәски қайда десе, шешең шешіп көр, бүгін галгөртке киіп келдім. Бұл енді бұны айтып жатқан себебім, ағайындар, әзілдеп түсініңіздер. Өйткені әрбір анидүктің астында бір шындық бар. Бұны айтып жатқан себебім арақ дегеннен шығып жатыр ғой. Шамал болса да 100 грамм алып отырыңыздар. Денсаулық жарап жатса егерде. Ал жарамаса енді оған қинасы жоқ. Сондықтан да бүгін қуаныш қой. Қуанышқа қуанып келек баршамыз. Құдайға шүкір, өсіп-өнген әулет, тамыр тереңге кеткен. Қыдырды араған әулет, құдайға шүкір. Аузын ашса жүрегі көрінетін ел ағасы атамыз бар, Аллаға шүкір. Әулеттің тірегі мен жүрегі. Былайынша айтқанда Мекке мен Мәдина ғой негізінде. Алладан кейінгі жақындар осы кісілер. Осы кісінің жасын берсе, өмірін берсе, иншалла жастар адаспайды деген сенім.